Мектепте бешен жана болмас, бешен 8 кагыйдасы бар. Мына китаптын ичинде жазылып отур. Биздин отбасыбызда сыйлаштыкпен биринчи кезекте туруу керек дейт. Бул не деген сөз? Бір-бірін сыйлап, сіз деп үлкөндөр сыйлап керек әр жерде. Үлкен кісі келгенде тұрып сәлем беру керек, орын беру керек. Үлкен кісі жолдан өтіп бара жатқанда жол беру керек. Кітапты көп оқу керек. Кітап оқысаң, және сен білімді болады, тілді байлығың болады. Қай жерге барсаң, уже оқыған адам бәрі көрініп тұр. Мен салт-дәстүр сөйлейді кітабына бұлақ көрсем көзін аш деген әңгімені сізге айтып берейінші. Айтамын. Наурыз мейрамы кезінде ауылдағы ақсақал қариялар мен жастар жиылып бұлақтың көзін ашиды. Және оқыған әңгімеден не түсіндің? Мен бұл әңгімеде Абай атамыз білімді бұлаққа теңеген. Бұлақ тоқтамай ағып тұрса